Ассалаумағалейкум. Бүгін жұма күнгі акциямен тағы да бір генератор алып келді. Volkswagen Passat дейді. Пайкілемес, пайкі сағатылып кете береді, зарядке бермей қалады дейді. Мен түсінгенім. Жақсы, ашып көрейін дедім. Соны жайлап ашып көремін қазір иншаллах. Генераторды ашып алып, прозонка жасап қойдым. Якор прозонка шығып тұр. Обмоткалар прозонка шығып тұр. Жаңа пайкі сағатылып келеді дейтін жері мынау. Олар деген есеппен тұрмын, себебі мына екеуі пайкі ағытылып кеткен екен. Пайкімен тұрып ағытылып кеткен. Ол балқыды ма, қызды ма, нақты білмеймін оны. Бірақ мұның проблемасы ода емес. Мынаның проблемасы мына жерде мына. Көрініп тұр. Якор майысып қалған ротор. Әуелде сосын қызған, мұның арасында сухарик, пластмассовый сухарикті ертіп балқып жіберген. Қозғалып тұр ма кәдімгідей, анық қозғалып тұр. Бұл генераторды жинап пайкілеп салып бергеннің өзінде мына ротор пайдаға аспайды. Бұл ротор сосын центровкасы келмейді, бір проблемасы. Неге сен қатты қисайып тұр ма? Сол себепті негізінде басқа генератор сала салған жақсы. Мен мына жерден қолымнан келген жасап, бұл генераторды жинап беремін. Генераторды ашып алдым. Мына пайкіленген жерлер деген пайк емес, мыналарда сыммен байлап қойған бастарын. Пайкілер былай тек жабыспай тек тұр екен. Мына екеуі бөлек бұл ажырап жатқан. Қайтып жинаған кезде полный пайкілеп жіберемін. Сосын печеньеге де бітіп тұр мына. Мына ашып тұрғаннан печеньеге май салып жіберемін. Сосын мына еріп кеткен сухаригы мынау бытшыто ағып жатыр ішінде мына. Бұны алып тастаймын, пышақпен кесіп. Сосын мына сухарик салып жіберемін. Нормальный сухариктер. Ең бармаса мынаны саламын. Тағы да жинаймын, стендке қосып тағы видео түсіремін. Генераторды толығымен жинадым. Мына жеріндегі сухаригін ауыстырдым. Сосын мына пайкіленген сыммен байлап қойған жерлер бар ғой мынау. Іштен шығып тұрған обмотканың үшеуі, мына үшеуі 6 провод. Полный бастарын пайкілеп тастадым мынаның. Пайканы кәдімгі дұрыстап тұрып құйып 200-лік пайкімен, пайкімен қосып қойдым. Фазын жалғап қойдым. Фазы келіп тұр. Мынау возбуждение щитокта, возбуждение кілттегі бар замокта. Мынау сол аккумулятордың свиті мынау щитокта. Мынау аккумулятордың состояниесі 12-7. Енді мына роторды ауыстыру керек, якор қисып майысып қалған. Сол себепті жинаған кезде ротор кішкене туго айналып тұр енді. Ол машинада стендте айналдыра береді. Страшный ештеңе емес, просто ротор майысып қалған. Мына жері қисайып кеткен якордың. Объяснение қосып көреміз. Генератор жақсы жұмыс жасап тұр. Возбуждение светі генератор қосылған кезде айырылып, зарядка 14-те 1, 14-те 2 көрсетіп тұр. Машинада 14 көрсету керек, 13-те 9, 14 көрсету керек. Генератор в целом нормально жасап тұр.